Мен сіздерге ойынға нейрондық желіні қосқанда не болатынын айтайын. Bir күні OpenAI Size компаниясы ойын әлемін құрды. Желідегі нейрондық желі өз тұрғындарына супер ақыл ой берді. Компанияның мақсаты екі жасанды интеллектті бір-бірімен қарсы итермелеу болды. Сендер олардың не істегеніне сенбейсіңдер. Мән мағынасы өте қарапайым. Қызылдар көктерді кез келген құлықпен ұстау керек. Ал көктер өз-өзін мүмкіндігінше қорғау керек. Бірінші уақытта жасанды интеллект өз қателіктерінен сабақ алды. Қызылға әрине жеңу оңай болды. Әр қарай жасанды интеллектті жасаушылар көргендеріне қатты таңғалды. Көктер командасы өздерін қорғау үшін объектілер мен есікті жауып тастады. Сол себепті олар үнемі жеңе бастады. Бірақ қызылдар да дамыды. Олар картаның бұрышындағы қызыл жақтауды байқады және оның көмегімен жеңе бастады. Содан кейін реальный трэш басталды. Көктер жақтауды ұрлауды үйренді. Көктер раундтың басында бірнеше секунд бар екенін байқап қалып, қызылдар ұйықтап жатқанда ұрлады. Қалай ойлайсыздар? Бұл жеңіс көктердікі деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Әр қарата әлде қайда таласты ойын болды. Жалғасын көру үшін міндетті түрде каналға жазылыңыз. Маған сеніңіз. Бұл өте қызықты ойын болды. Біз қоштаспаймыз. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий күтемін. Қазақша контентті қолдайық.